Сәлем сұлу қыздар, Әсел Шебер каналына қош келдіңіздер. Егер сіздер балаклава тоқуға дүкеннен осындай жіпті, яғни Alize Puffy жібін таппай жүрсеңіздер, онда осы видеода мен жіңішке Alize Puffy Fine жібінен қалай қазіргі хит шапка балаклаваны тоқып алуға болатын үйрететін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа видеоларды бірінші болып көресіздер. Жақыннан қарайтын болсақ, бұл шапка өте қалың, жылуды жақсы сақтайды, желді суықты өткізбейді. Бұл шапканы кигенде қаласаңыздар, міне көзді ғана ашып жүре аласыздар, қаласаңыздар былай тартқанда, міне иектің астына дейін ашылатын болады. Жібіне келетін болсақ, Alize Puffy Fine жібі 100 граммда 14,5 метр болады. Осы бір балаклава тоқуға маған 2 бума кетті. Жібімізді ашамыз. Қарасаңыздар, бұл жіп өте майда петлялардан тұрады. Міне, салыстырмалы түрде алатын болсақ, біз алдын балаклава тоқығанбыз, ол жерде жібіміз мынандай жуандау жіп. Бұның петлялары ірі, мамықтау және жіп жуан. Ал бүгін біз осындай жіңішкелеу жіптен тоқимыз. Петлялары бұда да дайын тұр, тек бір-біріне енгізіп тоқып кете берсек болды. Біз қазір бірінші бас киіміміздің төбесінен бастап тоқимыз. Яғни, мынау дөңгелектен бастап тоқып бастаймыз. Осы бізде бастамасы болады. Осылай бас киімнің төбесін жасап аламыз. Біз алдын тоққанда, жуан жіптен тоққанымызда балаклаваны төмен жағынан жоғары жүретін тұғымыз. Осылай келіп тоқып келіп, төбесінде аяқтайтын тұғымыз. Ал бұл жолы біз керісінше, біз бірінші төбесін тоқып аламыз, круг жасап, осы кругпен айнала балаклавамызды тоқып, соңына дейін, яғни осы жерге дейін тоқимыз. Тоқуды бастамас бұрын мен 3 петляны алып, міне жұмыс жібінен келе жатқан ортасына жіңішке жіптерін қидым. Қайшымен, сонда менің жұмыс жібім ұзарып алды. Қазір бұл бізге қажет болады. Енді біз тоқуды бастаймыз. Ол үшін 6 воздушный петля тоқып алу керекпіз. Бірінші воздушный петляны тоқу үшін бірінші және екінші петля, оларды бір-біріне енгіземіз. Міне бірінші петляға екінші петляны енгіздік, бізде бір воздушный петля тоқылды. Екінші петляның ішіне үшінші петляны енгіземіз. Бізде екінші воздушный петля тоқылды. Осылайша 6 воздушный петля тоқып аламыз. Алты воздушный петля тоқып алдық. Енді тоқымамызды бұрып, круг қылып, міне дөңгелекше етіп жабу керекпіз. Ол үшін мынау соңғы петля, ал мынау бірінші. Осы біріншіге, міне біріншіге мен сол қолымда тұрған, оған жұмыс жібінен келе жатқан петляны шеткі жағынан енгіземіз. Осылай біз әр петляға 2 столбик без накида тоқып шығамыз. Ол үшін біз петляға, міне жұмыс жібінен келе жатқан петляны енгіздік. Сонда менің қолымда 2 петля болады. Осы 2 петляға жаңадан жұмыс жібінен келе жатқан петляны енгізіп, екеуінен де шығарамыз. Солай бізде 1 столбик без накида тоқылды. Дәл осы петляға біз тағы да 1 столбик без накида тоқимыз. Ол үшін жұмыс жібінен петляны, міне жұмыс жібінен келе жатқан петляны енгіздік. Енді жаңағы петлямыз бар. Осы жаңа петля бар. Екеуін жұмыс жібінен келе жатқан петляны тағы да арасынан өткіземіз. Сонда бізде 2 столбик без накида тоқылды. Міне, төбесінен қараса осылай болады, жанынан қараса осылай болады. Осылай бізде әр воздушная петляға, міне әр қайсына 2-2 столбик без накида тоқып шығамыз. Тағы да көрсетемін. Міне бізде воздушная петля, осыған
шеткі жағынан бір жұмыс жібінен келе жатқан петляны енгіздік, тартып шығардық. Енді қолымыздағы бір петля және жаңағы енгізген петля осы екеуінен қосып, жұмыс жібінен келе жатқан петляны арасынан өткіземіз. Міне, екеуінің арасынан да өткіземіз. Солай бізде бір столбик без накида тоқылды. Келесісін тағы да дәл осы жерге, міне, біреуін тоқып алған жерге тағы екіншісін енгізіп, міне, жұмыс жібінен келген петляны енгіздім. Мынау біздің алдыңғы петлямыздан келген. Осы екі петлядан тағы да жұмыс жібінен келе жатқан петляны енгізіп, осылай өткіземіз. Біз 4 столбик без накида тоқып алдық. Міне, 1, 2, 3, 4. Осылайша біз кругтың соңына дейін тоқимыз. Дәл осы петляға тағы да тоқимыз. Солай бізде қазірдің өзінде міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбик без накида тоқылды. Келесі воздушный петляға жұмыс жібін енгіздік. Екі петлядан да жаңа жұмыс жібін шығарамыз. Міне тағы осы жерге қайтадан жұмыс жібінен келген петляны енгіземіз. Екі петлямыздан жаңадан жұмыс жібін шығарамыз. Қасындағы воздушный петляға 2 столбик без накида тағы тоқимыз. Міне 1 столбик. Екінші столбик. Келесі воздушный петляға тағы да 2 столбик без накида тоқимыз. Міне 1. Және осы жерге тағы да біреуін 2. 2 столбик без накида тоқып болдым. Қазір санап өтеміз. Кругтың басы мынау еді. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бізде 12 столбик без накида тоқылды. Осы жерден енді біз ең соңғы петляны тоқып алған жерімізге маркер, менікіндей маркер болса, міне осындай маркер болса тағып қойыңыздар, немесе түйрегіш жіп қойып қойсаңыздар болады, осылай байлап немесе. Сонда біз әр қатарымызды қай жерден келіп аяқталғанын білеміз. Бұл сол үшін қажет бізге. Кейін шешіп алып тастаймыз. Бірінші қатар тоқып алдық. 12 столбик без накида болды. Енді біз ары қарай тек 2 столбик без накида, бір воздушный столбикке тоқимыз. Және біреуіне тек 1 столбик без накида тоқып, келесіне 2 столбик без накида тоқимыз. Солай 2, 1, 2, 1 деп тоқып кетеміз. Сонда кругымыз тағы үлкейеді. Ол үшін міне біздің жаңағы келген жұмыс жібіміздің петлясы, міне жұмыс жібіміз. Осы жерден біз бірінші қатардың уже біз біреуіне ілмейміз енді, бағанағыдай біреуінен енгізбейміз. 2 міне петляның арасы ашылады осылай. Біз екеуінің де астынан өткіземіз. Сонда петлямыз былай шығады. Осылайша мынау келген жұмыс жібінен келген петляны іліп, 2 петляны жаңадан жұмыс жібінен өткіземіз. Солай біз бірінші столбикқа 2 столбик без накида тоқып аламыз. 1, енді 2. Екіншіні тоқимыз. 2 столбик без накида тоқып алдым. Келесі столбикқа 1 столбик без накида тоқим. Не. Ал оның жанындағы уже 2 столбик без накида тоқим. Солай кезекпен 2 столбик без накида, 1 столбик без накида. Және қайтадан 2 столбик без накида. Қасындағы петляға 1 столбик без накида.
Міне 2 столбик тоқып алдым. Қазір оның жанына 1 столбик без накида тоқимын. Ал енді оның жанына 2 столбик без накида тоқимын. Осылайша мынау белгіге дейін тоқимыз. Сонда бізде санағанымызда 18 мынандай столбиктан болып шығады. Сіздерде осылай косичкаға қарап, мен сияқты санап шықсаңыздар болады. 18 болу керек. Кругтың соңғы петлясы бұл жерге мен 1 столбик без накида тоқимын. Осы столбикпен енді қарап мен санап шыға аламын. Ол үшін мынау ең соңғы петляға ілінген еді, бұл саналмайды. Сонда мен бірінші екеу істедім, бір петляға біреу тоқыдым, екеу тоқыдым, біреу тоқыдым, екеу тоқып, біреу тоқыдым, екеу тоқыдым, біреу тоқыдым, екеу тоқыдым, біреу тоқыдым, екеу тоқыдым және біреу тоқыдым. Осында менде қазір санаймыз. Ровно 18 петля болды. Осылай менде бірінші кругымнан кейінгі екінші круг болды. Келесі маркерімізді шешіп, ең соңғы енді осы петляға ілеміз. 18 петляға іліп қойдық. Ары қарай келесі қатарға көшеміз. Келесі қатарда біз бір столбикқа екеу тоқимыз, келесіге біреу тоқып, оның жанындағы және біреу тоқимыз. Сонда біз тек қана біреуіне екеу тоқсақ, ал қалған екеуіне бір-біреуден тоқимыз. Одан ол екеуінің жанындағы мынаған екеу тоқимыз, мына екеуіне бір-біреуден тоқимыз. Осылайша қатардың соңына дейін тағы тоқып келеміз. Біріншісін көрсетейін. Екеу тоқимын бір петляға. 1, 2, бір петляға 2 столбик без накида тоқып алдым. Келесіге мынау жанында тұрған воздушный столбикқа мен 1 столбик без накида тоқимын. Оның жанындағы столбикқа және 1 столбик без накида тоқимын. Ал оның жанындағы мен уже 2 столбик без накида тоқимын. Міне 1, 2, 2 столбик без накида тоқыдым. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырыңыздар, мен жауап беремін. Тағы да санап өтейік. Мынау ең соңғы петлямыз еді, оған біз еш нәрсе тоқымай, жанынан бастадық. Бірінші петляға 2 столбик без накида тоқыдық. Одан кейін біреу жанындағы, оның жанындағы және біреу, келесіне екеуін тоқыдым. Қайталап, енді біреу тоқимын. Және тағы біреу тоқимын. Жанындағы тоқимын уже. Көрдіңіздер ма? Мен екеуін бір-біреуден тоқып шықтым. Ал оның жанындағы жаңа столбикқа мен екеу тоқимын. Сонда екеу, біреу, екеу болып келді. Қатардың соңында санағанымызда, осылай айналып кеп санағанда, бізде 24 мындай косичка болу керек. Яғни столбик без накида. Міне кругымызды аяқтап келдік. Енді біз санап шықсақ болады. Мынау петля тұрған, маркер тұрған петля саналмайды. Соның жанынан бастап, яғни міне бірінші петля осы, осыдан бастап санап шығамыз. Бізде барлығы 24 болу керек.
24 петля. Осыны маркерімізді шешіп, қайттан енді ең соңғы қатардың соңғы петлясына тағы қыстырып қоямыз. Ал келесі қатарда біз 30 петля болу керек бізде, көбейткенімізде. Қазір бізде 24 болса, енді 30 петля болу керек. Ол үшін біз келе жатқан міне осы петляға тоқу керекпіз. Біз бұл жерге 2 петля тоқимыз. Қалған үшеуіне, міне 1, 2, үшеуіне бір-біреуден тоқимыз. Қайтадан екеу тоқимыз, бір-бір-бірден тоқимыз. Осылайша екеу, бір-бір-бір. 3 петляға бір-біреуден тоқимыз, ал 1 петляға екеу тоқимыз. Ол үшін міне жұмыс жібінен енгіземіз 1 петлямызды. Оны жаңадан жұмыс жібінен тоқып аламыз. Қайтадан дәл осы жерге, осы петляға тағы да тоқимыз. Осылай біз екеуін тоқып алдық. Енді жанындағы 3 столбик без накидаға бір-біреуден ғана тоқимыз. Үш болды. Осылай үшеу болды. Екеу тоқыдық, үшеу тоқыдық бір-біреуден. Енді қайталап, осы петляға міне астыңғы жағынан аламыз ғой. Біз 2 столбик без накида тоқимыз. Осылайша қыздар, міне мынау маркерға дейін, немесе өздеріңіз қойып қойған белгіге дейін тоқимыз. Сосын санап шығамыз. Ол кезде бізде 30 болу керек. Міне қыздар, біздің узорымыз әдем болып көрініп келе жатыр. Бас киімнің шапкамыздың төбесі, яғни макушкасы бұл. Қазір біз келесі қатарға көшеміз. Маркерді шешіп, ең соңғы петлясына іліп, ары қарай біз 2 петля тоқимыз осы столбикқа, және 4-еуіне бір-біреуден тоқып шығамыз. Қайтадан 2 петля тоқимыз 1 столбикқа міне осы жерге, ал 4-еуіне бір-біреуден тоқып шығамыз. Міне қатардың соңына келіп тоқып бітірдім. Енді ешқандай петля қоспаймыз. Тек қана айналдыра әр петляға бір столбик без накида тоқып, тек айналдыра тоқып кетеміз. Оның саны, қатардың саны 6 немесе 7 болады. Біз биіктігін, бастың уже төбесін тоқып алдық. Енді төмен қарай көздің айналасына дейін тоқимыз. Ол үшін осы белгі қалады осы жерде, оған тиіспейміз. Ары қарай тек қана әр петляға 1 столбик без накида тоқып кете береміз. Міне жұмыс жібінен петляны шығардық. Келесі міне столбик без накида, осыған жіпті өткізіп, ешқандай петля қоспаймыз енді. Осылайша әр петляға қалып кетпесін байқап отырыңыздар. Әр столбик без накидаға бір столбик без накида тоқып кетеміз. Осылай тоқыманың арасында көрінбей қалып, мынаны тоқып қалмаңыздар. Обязательно қараңыздар, чтоб тоқылманың түбінде осындай 1 петля тұрады. Байқамай өтіп кетпеңіздер, болмаса бас киім дұрыс формада болмай қалады. Міне, осылайша қатарымызды керек биіктікке дейін тоқимыз. 6 немесе 7 қатар тоқимыз. Міне қыздар, мен 8 қатар тоқып алдым. Маған сол жеткілікті болды. Қажеті 8 екен, 6-7 қатар ол аздық етті. Сондықтан мен 8 қатар тоқыдым. Ал ақ балаклавадан көрсететін болсам, бұл жерде 7 қатар тоқылып еді. Бұл кішірек адам киді.
Енді біз көздің орнын қалдырамыз. Бұл жерде 10 петляны тоқылмай қалдырғам, ал үлкендеу, мына бежевыйды үлкендеу жасайтын болсам, мен 12 қып тоқымай қалдыратын болдым. 12 петляны тоқымай қалдырып, және бірнеше қатарды тоқимыз. Міне ашық жерді қалғанымен арқасын бәрі тоқылады. Осылай айнала келе тоқылып, бірнеше қатар тоқыған соң, мына бет былай адам кигенде ашылатын болады. Сол үшін кішкене орын көптеу қалдырамыз. Ол үшін мен өзіме 12 петля санап, міне маркермен белгілеп қойдым. Осы жерден 12 петля, мына 13 петляға мен маркер қойып қойдым. Өзіме белгі қып. Қазір біз артқа қайтамыз. Осыған дейін біз тек осылай айналдыра тоқсақ, енді біз іштен тоқимыз. Яғни алға, артқа қайтамыз осы жолмен. Сол үшін артқа қайтамыз. Тоқыманы бұрып, міне біз теріс жағынан өзімізге қаратып алдық. Енді осы петляға жұмыс жібінен тағы бір петляны мынау тұрған столбикқа енгіземіз. Бұл жерде бізде екеу болды, міне 2 петля. Осы 2 петляны жаңа жұмыс жібін алып, соны алып тоқимыз. Ары қарай жаңағыны қайталап тоқып кете береміз. Ол бізде столбик без накида, яғни петляға жұмыс жібінен астан енгізіп, жұмыс жібін петлясын 2 петлядан жаңа жұмыс жібінің петлясын шығарамыз. Тағы да көрсетем, міне столбик без накида деген осылай 2 петля болды. Осы 2 петляны енді біріктіріп, жұмыс жібінен жаңа петляны өткіземіз. Не осылай тоқылады. Осылай біз айнала келе, міне осылай келіп, мынау маркерді қосып осы жерге дейін тоқимыз. Соңғы петляны тоқып алдым, міне маркерге дейін тоқыдым. Мына жақта 12 петляға тиіспеймін. Әзірге тоқымаймыз көздің үстін. Тек көздің арқасы, міне осы жақтарды тоқимыз. Тоқымамды бұрамын. Бұрып, енді жаңағыдай осы петлямызға, осының тұрған петлясына тағы да бір петля енгізіп жұмыс жібінен. Сонда менде 2 петля болды, міне осыны бірінші тоқып аламын. Столбик без накида тоқылды. Ары қарай осы қатардың, яғни былай осы жерге дейін тағы да столбик без накида тоқып шығамын. Қатарымыздың соңы осы. Қазір тағы да бұрыламыз. Мына көздің орны әлі бізге жеткіліксіз. Бізде тағы да кішкене ашылу керек. Сонда бет толықтай ашылатын болады. Керек кезде қайттан жаба салады, көтеріп балаклаваны. Ол үшін қазір біз тағы бұрыламыз. Міне тоқыманы бұрып, жұмыс петлясынан келе жатқан петляны осы шығып тұрған петляға енгіземіз. Сонда бізде екеу болады. Осы екеуін қосып, жаңа жұмыс жібінен өткіземіз. Бір петля тоқылды. Ары қарай тек столбик без накиданы тоқып кете береміз. Осылай жаңағыны қайталаймыз. Тоқымамызды. Осы тоқыманы қатарымыздың міне келесі бетіне дейін тоқимыз. Мен тоқып алдым. Міне үшінші қатарымыз бұл біздің. Енді бұл бізге ашық тұрғаны жеткіліксіз. Қарап отқандарыңыздай. Сондықтан тоқымамызды бұрып, тағы бір қатар артқа қарай жүреміз. Ол үшін міне біздің петля жұмыс жібінен тағы бір петляны осы жерге енгізіп, 2 петля болды. Осы 2 петляны біріктіріп, жаңадан жұмыс жібін алып, осыны бұлай тоқимыз. Келесі жанындағы столбик без накидаға тағы да біреуін тоқимыз. Осылайша қатардың соңына дейін тоқимыз. Яғни қазір мына жерге дейін тоқимыз.
мен қатардың соңына келдім. Бұл жерде уже көздің орны. Енді біз осы жерден петляларды бір-біріне осылай воздушный петля қылып жаба отырып, 12 воздушный петля жауып, мынау екі жақты жалғаймыз. Он екі воздушный петля болды. Енді осы тоқымамызды мына бетпен жалғаймыз. Сонда бізде осылай көздің орны және бетті де ашуға болатындай орын қалды. Жалғау үшін осылай воздушный петлясын енгіздік. Енді дәл осы жерге тағы бір петля жұмыс жібін енгіземіз. Екі петля болды. Осы екі петляны жаңадан жұмыс жібін алып, петлясын алып, осылай шығарамыз. Сонда бізде міне қатарымыз жабылды. Енді тек айнала өзімізге қажетті, яғни мойынды жабатындай етіп тоқи береміз. Айналдыра қажет болған көлемді тоқып аламыз. Осылай ашық болады. Әлі тоқып аяқталмаған соң формасы түсініксіз. Сұрақтарыңыз болса комментарияға қалдыра беріңіздер. Сіздерге барынша жауап беруге тырысамын. Тоқып жатқанында менің жібім аяқталды. Енді осы екі жіпті байлау үшін былай түйіндейміз және тағы бір байлаймыз. Бір-біріне жақын қылып байлайсыздар. Петлялар бір-біріне жақын орналасқандықтан бұлар да осылай жақын тұру керек. Болды. Енді ары қарай жалғастырып кете береміз. Енді біз көздің орнына келдік. Осы жерді астыңғы жағын тоқып шығамыз. Ол үшін петляны, воздушный петляның жартысына, ортасынан шығарамыз. Енді мынау жұмыс жібіндегі петлямыз енгізіп қойдық. Ал мынау өзіміздің петля, осыны екеуін қосып, тағы да столбик без накида тоқимыз. Қасындағы петляға тоқимыз. Бір-біреуден осылай тоқып шығамыз. Міне көздің астыңғы жағындағы бірінші қатарын тоқыдым. Осылайша ары қарай жалғастырып кете береміз. Өзімізге қажетті деңгейде жеткенде тоқтаймыз. Ал бұның тоқылуы дәл сол бағанағыдай тек айналдыра, ешқандай еш нәрсе қоспай петляларды, тек бір тоқыманы қайталап кете береміз. Ол столбик без накида бізде. Міне осыны қайталап тоқып кете береміз. Қыздар, міне мен өзімізге 7 қатарды тоқып алдым. Енді сіздерге осы жерде айтып кететін жағдай, осы балаклаваға және 2 ушкина, яғни құлақшаларына менде 2 маток жіп кетті. Alize Puffy Fine. Бұның 100 грамында 14,5 метр. Енді менің мынау мойын жағы кішкене қысқалау болды. Сонда тоқып келе жатқанымда менде шамалы жіп қалып тұрған соң, ең алдымен 2 құлақты тоқып алдым. Осыны тоқып, осы жерге келген кезде тоқтатып қойдым. 4 қатар тоқығаннан кейін. Сосын барып 2 құлақты тоқуға кірістім. Олай істеген себебім, қазір мен жіпті мойынды ұзарта берсем, мына жақта 2 құлаққа жіп жетпей қалайын деп тұрды. Сонда мен 3-ші маток алу керек боламын. Ол бекер ысырап болмасын деп 2 құлақты тоқып алдым. Одан қалып жатқан жіпке мен жалғастырып, балаклаваны аяқтап алдым. Сомен өлшеп көрсем, мойын жағы да жақсы жеткілікті болды. Қалған жіптің өзінен ақ болады екен. Сіздер де мен сияқты бірінші
осылай тоқып келіңіздер да, біраз тоқып, мына көздің астынан. Сосын тоқуды тоқтатып, жіптің екінші ұшынан екі ушкиді тоқып алыңыздар. Менің кеңесім сіздерге. Сонда сіздер жіпті жетпей қалды, мына ұзын болып қалып, мойын жағы ұзын болып, екі құлақшаға жіп жетпей қалмайды. Толығымен екі құлақшаны тоқып алған соң, қалған жіптен мойынды тоқып бітіресіздер. Сонда сіздерде де мен сияқты екі маток қана, яғни екі бума жіп қана кетеді. Өйткені үшінші маток жіпті алу ол да ысырап, одан сәл ақ тоқылғаннан кейін ол қалғаны қалып кетеді. Сіздерге де қалып кеткен жіп болмасын деп мен екі матокты осылай жеткіздім. Сонда екі құлақша толық тоқылып алды, қалғаннан мойын жағын аяқтадым. Қазір біз қоянның құлағын тоқитын боламыз. Ол үшін жұмыс жібінің шетінде осындай үлкен емес, кішкене ғана артық жіп болса жетеді. Ары қарай біз 21 воздушный петля тоқимыз. Воздушный петля тоқу үшін бірінші мен екінші петляларды бір-біріне енгіземіз. Не осылай енгіземіз, сонда бізде бірінші воздушный петля тоқылды. Ары қарай екінші петляның ішіне үшінші петляны енгіземіз. Сонда бізде екінші воздушный петля тоқылды. Осылайша қайталап, біз 21 воздушный петля тоқимыз. 21 воздушный петля тоқып алған соң, тоқымамызды бұрамыз. Енді, міне, ең соңғы воздушный петляға еш нәрсе тоқымай, оны тек петлясын қолымызға алып, жұмыс жібінен келе жатқан петляны да қолымызға іліп, міне, осы саусағымызға екеуінде іліп, енді осы түбіндегі воздушный петляға еш нәрсе тоқымай, соның жанындағы воздушный петляға жұмыс жібінен келе жатқан келесі петляны енгізетін боламыз. Сосын оны шығарамыз осылай. Міне, петляның жанынан енгіздік, сонда бізде қазір үшеу болып тұр. Осы үшеуін қолымызға тізіп, іліп ұстап тұрамыз саусағымызға. Енді жаңа жұмыс жібінен петля келеді, осы петляны міне, саусағымыздағы екі петлядан шығарамыз. Міне, екі петлядан шығарамыз, сөйтіп тартамыз. Сонда бізде екеуі қазір тоқылды. Енді саусағымызға петляны іліп, осы екеуінен өткен петляны іліп, екі петля болды. Осы екі петляны тағы да жаңа жіп алып, жұмыс жібінен петляны алып, оны да өткіземіз жаңадан. Сонда бізде, міне, столбик с одним накидом тоқылды. Тағы да қайталап көрсетемін. Енді, міне, мынау біздің өзіміздің петлямыз, жұмыс петлямыз. Осыған жұмыс жібінен келе жатқан бір петляны іліп, екеу етеміз. Осы, міне, осы екеуіне енді жаңа воздушный петляға, жаңадан воздушный петляға жұмыс жібінен бір петляны енгізіп, оны тартамыз. Енді бізде үшеу болды. Осы үшеуін саусағымызға ілгенде, тізіліп тұрады осылай үшеуі. Жаңадан жұмыс жібін алып петлясын екі петляның ішінен өткіземіз. Екі петляның ішінен өтті, міне. Екі петлядан өткен соң бізде екі петля пайда болды. Осы екі петляны жаңадан жұмыс жібін іліп, сонында өткіземіз. Сонда бізде екінші столбик с одним накидом тоқылды. Не жоғарысынан қарасаңыздар, ал мынау осылай болады. Келесін, соның жанындағы петляға, міне, үшінші петля осыған тағы да саусағымызға іліп, екінші петляны, мынау жұмыс петлясы, оған жұмыс жібінен келе жатқан жаңа петляны ілеміз. Енді ал келесі петляны осы жердегі воздушный петляға, міне, жанынан енгіземіз. Тартып шығарып, үш петля болды бізде. Осы үш петляды жаңа жұмыс жібінен петляны алып,
екеуінен ғана өткіземіз. Екеуінен өткізіп, оны саусағымызға ілдік. Тағы да жаңа жұмыс жібінен келе жатқан петляны алып, енді қалған осы екеуінен тағы өткіземіз. Міне, тағы да столбик с одним накидом тоқылды. Осылайша әр воздушная петляға бір-бір столбик с одним накидом тоқып шығамыз. Біз қазір 10-ын тоқып, осы жерге дейін келіп алайық, сосын ары қарай тағы да көрсетемін. Біздің тоққан 10 столбик с одним накидом болды. Енді байқағандарыңыздай кішкене осылай ирелеңдеп жатыр. Бұны түзулеу үшін, мынандай состояниеде болу үшін, қазір біз міне саусағымызға, мен 10 столбик с одним накидом тоқып алдым ғой. Енді саусағымызға осындай өзіміздің жұмыс петлямызды және жұмыс жібінен келе жатқан жаңадан бір петляны іліп, келесі міне 2 воздушный петляны біз қысқартамыз. Ол үшін біз қысқартпасақ, мынау тоқымамыз ирелеңдеп кетеді, ал бізге түзу болғаны дұрыс. Сол үшін қысқартатын боламыз. Міне 2 петлямыз саусағымызда. Енді жаңадан петляны алып, ең алдымен бір воздушная петляға, яғни мынан түбінде келе жатқан петляға енгіземіз. Шешіп, былай істеп қоя салайын. Міне, енгіздік. Ал мына екеуін қазір тоқитын боламыз. Оны есептемей тұрыңыздар. Міне, енгізген петлямызды қайтадан бірақ жанындағы петляға, міне, біз жасаған воздушная петля ол мынау, қазір шыққан жері. Енді біз соның жанындағы воздушная петляға дәл осы петляны енгіземіз. Ашып алайық бұлай. Осы шығып тұрған петляны қайтадан арқа жағынан енгізіп, міне, біз екінші петлядан да өткізіп алдық. Сонда біздің воздушный петлямыз екеуі бірікті. Ал біз жаңағы жұмыс жібінен келе жатқан петлямыз, оған жаңадан петляны ілдік. Енді 2 петляны айналып шыққан осы петляны тағы іліп аламыз. Сонда бізде 3 болды. Қайтадан жаңағыны қайталаймыз. Жаңа жұмыс жібінен келе жатқан петляны, міне, осыны алып, 2 петлядан өткіземіз. Міне, 1-2 петлядан өтті. Ал енді жаңадан жұмыс жібінен іліп, оны осы 2 петлядан өткіземіз. Сөйтіп біз қазір тоқымамыз түзуленеді. Қазіргі кезде ол мына бірінші қатарды тоқып жатқанда осылай ирелеңдейді, ал екінші қатарға өткенде біз тағы да осыны қайталағанда ол түзу формаға келеді. Қазір ары қарай біз қатардың соңына дейін осы жаңағыдай 2 петляны іліп, біреуі жұмыс петлясы, ал екіншісі мынау жұмыс жібінен келе жатқан жаңа петля. Осы жаңа петляны іліп, келесі воздушный петляға бір шетінен біз жұмыс жібінен келген тағы бір петляны өткізіп шығарып аламыз. Бізде 3 болды, міне. Осы 3-ін қазір жаңадан жұмыс петлясынан алып, жұмыс жібінен 2 петлядан өткіземіз. 2 петлядан өтіп, оны саусағымызға ілеміз. Енді тағы да жаңадан жұмыс жібінен келген петляны, міне, осыны енді екеуінен өткіземіз. Осылай қатарымыздың соңы, яғни мына жерге дейін ғана тоқимыз, ал ең соңғы петляға тоқымай тұрамыз. Қатардың соңына дейін тоқыдым. Қарап отырсаңыздар, мен жаңа айттым сіздерге, бір петляны тоқымай қалдырыңыздар деп. Енді осы петляға біз 2 осындай столбик с одним накидом тоқу керекпіз. Бір петляға. Және оны бұрамыз да мына бетінен. Қазір тоқып алған соң бұрып, осы жағына тағы да 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Сонда біз бір петлямызға 4 столбик с одним накидом тоқимыз. Екеуін осы беттен, екеуін қарама-қарсы беттен. Сол үшін, міне біздің жұмыс петлямыз
енді жаңадан петля енгізіп аламыз мына воздушный петляға. Жоқ, тоқтаңыздар. Біз накид жасап алмадық. Міне, накид жасап алдым. Енді келесі петляны, міне, воздушный петляны енгіздік воздушный петляға, то есть. Сонда бізде үшеу болды. Қазір осыны тоқып аламыз. Бірінші екеуін шығарамыз. Және екеуін шығарамыз. Міне, бір столбик с одним накидом тоқып алдық. Енді накид жасап аламыз. Міне, ол біздің накидіміз. Келесі петляны қайтадан осы жерге енгіземіз. Міне, шығардым. Тартып, үшеу болды. Қайталап, осы үшеуінің екеуінен біз жаңа жұмыс жібінен келе жатқан міне петлямызды осыны екеуінен ғана өткіземіз. Өткіздік, міне біреу екеуінен өтті. Екеу болды. Жаңадан жұмыс жібінен петляны алып, оны да осы екеуінен шығарамыз. Сонда бізде осы жерге ғана екі петля тоқылды. Қалған бәріне бір петлядан тоқылып шықты, столбиктан тоқылып шықты, то есть. Осылай бір қатарға біреуден тоқылды. Тек осы 10-шы воздушный петляға келгенде біз қысқарттық. Жаңа көрсеттім, бір петляны іліп, және оны қайтадан қасындағы петлядан өткізіп алдық. Қазір тоқымамызды бұрамыз. Бұрып алдық. Енді ары қарай тағы да қолымызға накид жасап, мынау жұмыс жібі, мынау накид жасаймыз. Осы беттен жаңағы айтқанымдай, мынау воздушный петляның екінші жағына тағы да екі столбик с одним накидом тоқимыз. Міне, үшеу болды. Петлямызды өткіземіз екеуін. Екеу етіп аламыз да, енді тағы да екеуінен өткіземіз. Бір столбик с одним накидом. Енді петляға тағы да бір петляны іліп, келесі петляны осы жерден қайтадан енгіземіз. Сонда бізде 3 петля болды. Осы 3 петляның екеуінен өтеді алдымен. Міне біреу екеу. Енді келесі жіптен, келесі жұмыс жібінен тағы да екеуін өткіземіз. Сонда бізде осылай овальный болып қалады. Міне, екеуін тоқыдым. Міне, екеуін тоқыдым, және екеуін тоқыдым. Бір воздушный петляға тоқыдым. Төртеу болды. Сонда енді ары қарай біз қарасақ, бізде міне әр осылай петлямыздың екінші жағы, біз бірінші бетіне толық тоқып бітірдік. Енді осы бетіне әр қайсына біреуден тоқимыз. Қатардың соңына келдім. Енді осы жерден мен қысқартатын болдым. Қазір міне бізде екі петля, біреу жұмыс жібінен келе жатқан петля, біреу өзіміздің тоқып келе жатқан петля, екеуі. Енді осы екеуін қалдырып, мына келесіне осы воздушный петляның бір шетінен кіргіземіз, қарама-қарсы беттегі. Осы петляны қайталап, жанындағы воздушный петляға былай арқа жағынан, міне воздушный петлямызды өткізген воздушный петлямыз қайтадан жанындағыдан тағы өткіземіз. Сонда біз екеуін бір петлямен тоқып жібереміз. Ол үшін міне біздің жұмыс петлямыз, мынау біздің накидіміз, оған жаңағы айналып, екі петляны айналып шыққан петляны ілдік. Жаңадан жұмыс жібін алып, екеуінен ғана өткіземіз. Екеуінен өткіздік. Енді бізде екеу, осыны жаңадан жұмыс жібін іліп, тағы да өткіземіз. Сонда біз тоқымамызды кішкене түзулеуге әрекет еттік. Келесі тағы да накид, оған қасындағы воздушный петляға жай ғана жаңағыдай тоқып кете береміз бір-біреуден, қатардың соңына дейін. Соңғы воздушный петлямызға келдік. Осы жерге біз екі столбик без накида, с одним накидом тоқимыз. Ол үшін міне накид ілдік саусағымызға.
Енді жұмыс жібінен петляны шығарамыз. Қазір біз бірінші столбикті тоқып жатырмыз. Енді дәл осы жерге екінші столбикті да осылай тоқимыз. Екі столбик тоқыдық. Бізде тоқымамыз кішкене ирелеңдеп тұр, оны екінші қатар тоқығанда түзеленетін болады. Тоқымамызды айналдырамыз, бұрып. Мынау тоқылған петляға соңындағы еш нәрсе тоқымаймыз, оған тиіспейміз. Енді біз жанындағы, міне петля бар, ой шығарсақ. Осы петляға біз жаңадан жұмыс жібі келе жатыр. Осыдан екеуін өткіземіз. Біреу, екеу. Міне, екеу өткіздік. Ары қарай тек бір. Міне, бір столбикқа көріп тұрғандарыңыздар. Әр косичка ғой. Соның біреуінен ғана, біреуінен болғанда екі бөлік, соны бұлай көтерсеңіздер, арасы ашылады. Осы арасынан біз біреуін өткізетін боламыз. Бір петля өткіземіз. Міне, бір петля өткіздік. Жанындағы столбикқа тағы да екі петляның ортасы ашылады. Екі косичканың ортасы. Осы жерге тағы да жаңадан петля өткіземіз. Жұмыс жібінен келе жатқан петля. Тағы көрсетейін. Міне, жұмыс жібінен келе жатқан петля мынау. Оны осы жерде косичканың ортасын ашқанда, міне, осы жақтан артқы жағынан осылай енгізгенде ортасынан шығады. Осылай біз қатарымыздың соңынан бұрылып, тек мынау басталған жағына дейін айналдыра, осылай бір-біреуден енгізіп шығамыз. Міне қыздар, мен тоқымам түзеленіп қалды. Бағанағыдан байқағандарыңыздай. Мен барлығына әр петляға бір-біреуден жұмыс жібіндегі петлядан енгізіп шықтым. Қазір менде сәл қалды, міне. Екі косичканың ортасын ашып, осылай енгізе берем. Астыңғы жағы осындай болады. Енді қазір аяқтаймын тоқыманы. Өзі де уже аяқталып қапты. Осылай тоқымамызды ең соңғысына дейін тізіп өткізіп шықтым. Ары қарай бұрып тоқыманы. Бұрып, енді біз әр петлямызды бір-біріне енгізіп жауып шығамыз. Міне, айнала жауып шығатын боламыз. Ол үшін жаңағы петлямызды қалдырдық осы жерден. Ол бізде ең соңғы болып саналады. Оған тиіспейміз. Әзірге біз міне петлямыз алдын қалған соны осылай өткіземіз. Бірін ішіне бірін кіргізіп. Келесі петля мынау. Осыны да тағы өткіземіз. Осылай жанындағы петляны тағы өткізіп кетеміз. Сонда бізде осылай өрілгендей болып тұрады. Тағы да өткізем. Осыны айнала, қатарды айнала, мынау соңғы петляға дейін дәл осылай өткізіп шығамыз. Соңғы қатарға дейін келіп, барлығын бір-біріне енгізіп шықтым. Әдемі болып қалды. Бұның бір несі қазір біз аяқтаймызда осы жерден бір-екі петля болмаса артық керек емес. Қазір екі петляны қалдырайық, сөйтіп кесемін. Кесіп, араларындағы жіңішке жіпті де кесемін. Біреу және міне екінші. Енді тоқымамыздың арасына осы жіпті жасырамыз. Мен жанындағы петляға өткізіп жіпті. Оны жұмыс петлясынан өткіземіз. Қайтадан осы жерге өткізіп тоқимыз. Сонда біздің петлямыз тоқылғандай болып жабылып қалды. Енді тоқымамыздың арасынан жібімізді өткізіп келесі бетке тартамыз. Сөйтіп біздің тоқымамыз жабылды. Енді біз арқасынан, теріс жағынан осыны жасырып шығатын боламыз.
крючоктың көмегімен немесе өздеріңізге ыңғайлы етіп осылай әр петляның арасынан өткізіп шығуға болады. Сонда тоқымамыз сөгіліп кетпейді. Мен ұзындау етіп кестім. Міне, осылай болды. Артық жіпті қиып тастаймыз. Келесі, басында бізде осы жерде петляның кішкене ұшы бар еді ғой, осында жасырамыз. Салбырап жүргенше жасырып қояйық бұны. Міне, жасырып қойдым. Енді еш нәрсе жоқ. Бұл теріс беті. Енді қарасаңыздар, оң қаратқанда, міне, біздің құлақшамыз осылай кішкене ішке кіріп еніп тұрады. Бұл қоянның құлағы, өстіп өзі формасын байқасаңыздар, суреттерде де ішке қарай кішкене кіріңкі болып тұрады. Мынау да сондай. Бұл да қатты білінбейді, ақта. Ал бежевый да, міне, кішкене осылай құлақта тігіп қойғанда осылай тұрады. Осы құлақшаға қарап, сіздер де екінші құлақшаны тоқып алыңыздар. Сөйтіп екеуін енді бас киімімізге тігетін боламыз. Осылай түзулейміз. Міне, осылай түзу етіп қойып аламыз ең алдымен. Сосын бізде деңгейі, міне, төбесі ашық қой, әлі жаппадық, оны енді жабамыз. Осы деңгейіне қарай беттің формасына, міне, ашық тұратын жағына қарай, осы ашық тұрғанда, ашық тұратын бөлігіне жақын немесе алыс қоя аласыздар. Өздеріңіз киіп тұрып, айнаға қарап, осындай нені белгілеп алып, тігіп алсаңыздар болады. Енді осы жерге ине жібімізді өткізіп алғанбыз. Міне, ине жіп, тура сол бежевый балаклаваның жібі. Оған инені өткіздім. Осы ине жіппен қазір құлақшаны бас киімге, балаклаваға тігеміз. Өздеріңіз тіге алмасаңыздар, үйде үлкендерге айтсаңыздар, олар көмектеседі. Міне, осылайша инені кез келген ыңғайлы жағынан енгіземіз. Сөйтіп тігіп шығамыз. Бұл иненің түсімен бірдей болса, ол жақсы, жаңағы жіптеріміз көрінбейді. Біз қалай тіксек те, ол өзіміздің ыңғайымызда. Көрдіңіздер ме? Ине жіп, мынау мамық пуфидің ішіне кіріп кетіп, көрінбей қап жатыр. Жасырудың да қажеті жоқ болды. Ал негізі біз көрінетіндей қып та тігіп атқан жоқпыз. Өзі көрінбей ішке еніп кетіп жатыр. Бұрып аламыз да, мына жақтан тағы да мықтап, сөгілмейтіндей етіп тігеміз. 5-6 жерден осылай тіксеңіздер, жеткілікті деп ойлаймын. Сонда сіздің тоқымаларыңыз бір-бірімен жақсы. Құлақша мен балаклава мықтап тігіліп тұрады. Көрінбей қалды еш нәрсе. Ал бастың жоғарысы, міне, әлі жаппадық. Қазір жабатын боламыз. Қазір бір құлақшаны тігіп алдық. Болды. Енді екінші құлақшаға кірісеміз. Қыздар, екі құлақшаны да тігіп алдым, бірдей деңгейде. Қазір енді осының төбесін жабамыз, және астындағы мынау жіпті жасырып, міне, тігіп қоямыз. Сонымен біздің тоқымамыз аяқталады. Ол үшін қазір төбесін жабу үшін бізде ұзын болған мынау жұмыс жібін, міне, ұзын. Осыларды әр мынандай петлялар бар осы жерде. Іліп шығатын. Осыларға іліп шығып айналдыра. Сосын тартсақ жіпті, ол не қып қалады. Тартылып, мынау
кішкентай тесігі жабылады. Осылай айналдырып шыға бересіздер. Оның қиындығы жоқ түк. Осылай айналдырып крючоктың көмегімен немесе қолмен де өткізіп шығуға болады. Ең соңында тартамыз қазір. Сонда мынау ашық тұрған тесігі жабылады. Барлық петлялардан жіптерді өткіздім. Енді міне тарттым. Байқадыңыздар ғой, ненің бәрі жабылды. Тартқанымда ешқандай ашық жер, тесік қалмады. Бәрі түгел жабылып қалды. Енді осыны ішкі жағынан тоқымамызды бір-екі рет осылай түйіндеп жібереміз. Ашылып шығып кетпеу үшін, яғни сөгіліп жүрмеу үшін. Сосын осы жіпті қиып, артығын кішкене қиып алып тастаймыз да, мынаның бәрін жасырып шығамыз. Тоқыманың арасына осылай жасырып кетсек болды. Не? Еш нәрсе көрінбейді. Бізде тағы да ішкі жағында жіп жалғап едік. Міне, оны екі жіпті мотоктар жалғанған еді. Біз осыны тек байлай салдық. Енді бұны да жасырып қоямыз. Осылай тоқымалардың арасынан жасырып кетсек болды. Еш нәрсе көрінбейді. Міне, болды. Жоқ. Ішкі жағы бітті, аяқталды. Енді мына соңындағы, міне сіздерге көрінетін қылайын. Осыны аяқтау үшін жіпті қиып аламыз. Араларында үлкейтіп алдық. Енді петлямызды осындай бір косичканың астыңғы жағынан орын бар еді, осы жерге енгізіп, жұмыс жібінен енгізіп, міне жұмыс жібінен қазір петляны көмегімен, крючоктың көмегімен жіпті тартамыз. Міне біздің тоқымамыз жабылды. Теп-тегіс болып жабылады қазір. Енді осы артық жіпті сөгіліп кетпеу үшін тоқымамыз ары қарай. Осылай әр жерден түйіндеп жасыру өте оңай. Сөгіліп кетпеу үшін осылай тартып, енді артық жіптерді жасырып қоямыз. Сосын қайшымен қисаңыздар болды. Міне бізде еш нәрсе көрінбей қалды. Тоқымамыз да әдемі болып аяқталды. Осылай біздің балаклавамыз дайын болды. Сосын айтып кетейін сіздерге, біз бас киімнің ең төбесін бірінші тоқығанымызда айналдыра. Сосын ең соңында осындай маркер қалдырған тұғымыз. Осы маркердан санап мен 8 қатар тоқып маңдайын, көзді ашатын қылдым. Сіздер, егер үлкен адам болмасаңыздар, кішкентай 10-12 жасар, 15-16 жасарларды кие береді, сәл кішірек болу үшін мына төбесін 7 қатарғып тоқып аласыздар. 8 емес, 6 немесе 7 қатарғып тоқыңыздар. 8 ол көптік қылады екен. Бұл үлкендеу адамның балаклавасы, және бетін ашылатын қысаңыздар, кішіректеу қыласыздар. Мен ақ балаклавада түсіндіріп өттім видеода. Міне ақ балаклава осы. Осы да түсіндіріп өттім. Кішкентайлау бала киетін болған соң, бұған мен шекесін көзге дейінгі ашық тұратын жерді мен 7 қатар қып тоқыдым. Және көздің ойығы менде мына жерде 10 петля. Ал мынау үлкендердікінде 12 петля. Соғанда мән беріңіздер. Осымен біздің балаклава тоқу сабағымыз аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел, барлықтарыңызға сәттілік.